Алхамдулиллахи вассалату вассаламу аля расулиллах. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Бүгінгі тақырыбымыз пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның балаларымен қарым-қатынасы жайында айта кеткіміз келеді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам расында мән ла ярхам ла юрхам деп айтқан, кім рахым етпейтін болса, кім мейірімді болмайтын болса, ол мейірім көрмейді деген. Соның үшін үнемі мейірімділік жолын ұстанғандығын көреміз. Абдулла ибн Аббас радиаллаху анхудан риуаят етілген хадис шарифте былай дейді: мен бір күні пайғамбарымыздың үйіне бардым дейді. Ол уақытта кішкентай жас бала едім дейді. Ибн Аббас айтады. Сонда дастарханға отырған кезде алдымызға қойылған астың бер жағынан да ар жағынан да кез келген жерінен қолым созып алып жатыр едім дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям былай деп айтады: я ғулам дейді, ей балақай, сәммиллаху ва кул бияминик. Ең бірінші Алланың атын айт, яғни бисмилля деп айтта, оң қолыңмен же деп айтты дейді. Одан уақул мимма ялик дейді, өзіңнің алдыңнан же деп айтты дейді. Сонда көреміз, бұл әдептің бір түрі. Балаға кішкентайынан осылай үйретілу керек екен. Өзің орныңда отырып же, алдыңнан же деген секілді, оң қолыңмен бисмиллаңды айт дегендей. Сол нәрселерін үйретіп отыру бұл үлкен әдептен расында. Ал енді Жабир ибн Абдилладан риуаят етілген хадисте айтады: мен пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламға 10 жылдан астам уақыт қызмет еттім. Ешқашанда маған неге мынауың бұлай, неге мынауың солай деген секілді, я болмаса неге мынаны істедің, неге мынаны істемедің деген секілді бір зекіп ондай сөз айтқан емес деп айтқан. Демек, осы жерден көреміз, баланы бетін қақпастан үйрету деген нәрсе. Тек қана жол көрсетіп отыру керек, оның бетін қағып, ұрысып, айқай шу шығару деген нәрсе бұл шариғатымызда дұрыс көрілмеген екен. Қазақта даналық сөз бар ғой: баланың балалығын тыйдым дегенше өскендегі даналығын тыйдым деп айт деген. Ол баланы қазірден айқайлап, оны ұрсып тастай беретін болса, баланың іштегі ашылайын деп тұрған бір даналығы жабылып кететіндігін көреміз. Мынау Құран кәрімнің өзінде аятта келеді: Я айюхаллазина аману лиястаъзинкумуллазина малакат айманукум валлазина лам яблугул хулума минкум саласа маррат. Ей иман келтірген мұъминдер, өздерінің қарамағықтарындағы болған қызметшілерің және әлі балиғат жасына жетпеген жас балаларың сендерге кірер уақытта 3 уақытта рұқсат сұрап кірсін дейді, яғни бөлмелеріңізге кірерде. Біріншісі мин қабли салатил фajr дейді, таң намазынан бұрын дейді, яғни әлі адамдардың ұйықтап жатқан уақытында оны кіретін болса рұқсат сұрап берсін дейді. Уахайна тадауна сиябакум миназ-захирати, түскі уақытта киімдеріңді шешіп жатқан уақыттарында дейді, яғни демалып жатқан уақытта. Және ва мин баъди салатил айша дейді, яғни құптан намазынан кейін деген. Таң намаздан бұрын, түскі уақытта және құптан намаздан кейін. Бұл уақыттарда балалардың өзі рұқсат сұрап кірсін деп Құранның өзі бұйырып жатыр. Яғни бұл деген сөз не екен? Бала әке шешесін үлгі тұтқаннан кейін, соларды өнеге қылып алып жүргеннен кейін, ол бала әке шешенің киімсіз, я болмаса бір қысқа киімдермен, ұятты жағдайларда ондайдың көруі дұрыс емес екен. Балаға ол әсер болады, кері әсер береді екен. Соның үшін мұндай жағдайлардан тыйып отырған шариғат рұқсат сұрап кірсін деген. Ғалымдарымыз осыны түсіндірген уақытта аятта айтады: қай уақыттан бастап үйретілу керек деген кезде 4 жастан деген. 4 жасқа келген балаға рұқсат сұрап кіруді үйрету бұл міндет деген. Мінекей осы шарттарға да сай болу керек екен. Және бір күні пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Абдулла ибн Аббасқа айтқан. Өзі Абдулла ибн Аббас былай деп жеткізеді бұл оқиғаны: бір күні пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның артына мінгесіп келе жатыр едім дейді. Есекке мінгесіп келе жатты дейді. Кейбір риуаятта жоқ, түйеге мінгесіп келе жатқан еді дейді. Соны көреміз, артында енді мінгесіп келе жатқан уақыттарында пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям оған айтады: я ғулам инни уаллимука калимат, ей балақай, мен саған бір сөздер үйретейін дейді. Ихфазиллахи яхфазка, Алла тағаланы сен үнемі есіңде сақта, Алла да сені сақтайды. Ихфазиллаха таджидху туджахак, сен үнемі Алланы есіңде сақтасаң, Алла алдыңнан үнемі жәрдем етеді саған дейді. Қараңыз, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Алла туралы балаға айтып үйретіп жатыр. Баланың сенімінің дұрыс болуына қарай жөнелтіп бағыттап жатқандығын көреміз. Сол жерде хадистің жалғасында, егер бүкіл халық жиналып саған бір зиян тигіземін дейтін болса, Алланың қалағаннан артық ешқандай зиян тигізе алмайды. Ал барлығы жиналып бір пайдамыз тигізейік десе, Алланың қалағанынан артық ешкім пайда тигізе алмайды деп үйреткен. Демек не екен? Көрінген нәрседен адам баласы қорқа бермеу керек екендігі.
Болады, болмайтын нәрсе ол Алланың қалағаннан асып кетпейді екендігін, соның баршасын бала кішкентайдан естіп білу керек екендігі. Осындай дұрыс сенімде өсетін болса, бала мына жер киелі, мына жер әулиелі жер деп, мынау әулие тал деп біреулер ағашқа жіп байлап жатса, бала барып қосылып кетпейді ондайда. Өйткені оған Алла туралы балаға үйретілген, бойына иман сіңірілген болады екен. Мінекей, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бұлардың баршасына мән берген, әрдайым жаңағы көрсетіп отырғандығы. Тіпті ойнап жүрген балаларға ассаламу алейкум деп жаңа балаларға сәлем беретіндігі болған. Яғни Алланың сәлемін тілеп. Демек, сендер кішкентайсыңдар, маған неге сәлем бермейсіңдер деп емес, қайта сәлем берген. Тіпті хижреттің 120-шы жылы қайтыс болған бір кісі бар. Бұл кісіні ең соңғы сахаби деп атайды, Ал-Лайси деген кісі. Бұл Лайсидің айтуы бойынша айтады: мен пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламды көрдім деген. Ол кезде мен 4 жаста едім дейді. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам аузына су ұрттады да, ыдыстан мен бетіме шашып жіберді дейді. Бетіме су бүркіп жіберді деп айтқан. Сол есімде деген. Басқа еш нәрсе есімде жоқ деген. Осы сөзінің өзіне сүйене отырып, міне бұл да сахаби деп айтылғандығы бар. Демек, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам балаларға солай су бүркіген секілді, ойнатқан секілді дұрысында көрсеткен, әрі мейірімді болған. Бір нәрсе бүлдірсе, ешқашан оларды жазалауға, ондай нәрсеге асықпаған, дұрысын көрсетіп отырғаннан, былай жаса, мына нәрсені былай істе деген секілді. Мінекей, бізде тәрбиемізде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның осы көрсеткен жолын ұстануымыз бұл мұсылманшылығымыздан болады екен. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.